Сәлеметсіздер ме? Қазір мен сіздерге осы балық қуырудың ең оңай әдісін айтатын боламын. Алдымен балығымызды осылай тазалап, жақсылап жуып, тұздап аламыз. Тұздап бір 2-3 сағатқа қойып, тұзын сіңдіріп аламыз. Балығымызды дәл осылай майдалап турап дайындап аламыз. Қатты ірі қылуға болмайды, арасы шүйкі болып қалуы мүмкін. Сондықтан осылай жіңішке етіп майдалап турап аламыз. Мендегі сазан балық шамамен 1-2 килолық балықтар. Майымызды жақсылап қатты қыздырып, балығымызды қуырып бастаймыз. Ал бісміллә деп балығымызды саламыз. Балықты салғанда қолдарыңызды абайлаңыздар, күйдіріп алмаңыздар. Май өте қатты шашырайды. Көріп тұрғандарыңыздай, мен балықты еш нәрсеге батырмадым. Ұнға да, кляр еш нәрсеге батырмадым. Жай осылай обычный етіп қуырамыз. Сол кезде өте дәмді болады. Енді екінші бетіне аударып, жақсылап қызартып пісіріп аламыз. Балығымыз пісті, дайын болып қалды. Дайын болған балықтарды сіздер осылай картонға майын сырғытып алсаңыздар болады. Ең соңында мінекей балықтың басын пісіріп аламыз. Балықтың басын біраз қуыру керек болады, сол үшін мен соңында саламын. Балығымыз дайын болды. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер.